сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Әйгерім, кішкентай балапанның анасымын. Қазіргі таңда үйде бала қарап декретте отырған анамын. Мен бүгінгі күнімді осылай пастельдерді ауыстырумен бастадым. Одан кейін әдеттегідей таңғы ас жасаймын 3 балама. Одан кейін яғни таңғы серуенге барып келеміз. Витамин анау ішеміз. Дворда осындай гүлдер өсіпті. Прям табиғатты жақсы көріп жүрмін соңғы уақытта. Иісі деген енді аңқып тұр. Керемет. Мықты да. Мұнда ойнап отырмыз. Біз даладан келдік. Одан кейін мен жуылған ыдыс-аяқтарды өз орнына қойып жатырмын. Бірінші мына сулары ағып кету үшін кептіріп, одан кейін осылай өз орындарына қойып шығамын. Бұл ыдыс-аяқтар менің көбісі артымнан келген ыдыс-аяқтар. Одан кейін осы жаңа үйді сатып алғаннан кейін де жаңа бірнеше көптеген ыдыстар, заттар сатып алдым. Қазір мен мына тез обедке макарон жасайын деп жатырмын. Уже етті кестім. Ет менде жылқының еті. Одан кейін қазір пиязды аршып, кесіп, екеуін бірге қуыратын боламын. Сковородкаға көп май құймаймын, себебі кішкентай балаларыма андай шұқылдатып майлы қылып жасамаймын. Көбінесе көп тамақтарым диетический түрінде болады. Бүгін енді мен еріншек болып сол өте оңай тамақ жасап жатырмын. Маған солай негізі ыңғайлы, себебі уақытым қатты көп емес и тез жасалатын тамақтар, сондай тамақтар көбінесе жасаймын. Сіздерде қандай істерде солай шығар, иә? Мысалы, манты, ораманнан деген ұзақ жасалатын тамақтарды жасау үшін мен жолдасым қасымда болған кезде, балалар қарай тұрған кезде ғана жасай аламын. Ата олар жылап кетеді, кішкентай балам көтер дейді, сөйтіп менің уақытым болмай кетеді. Қазір кішкене картошка аршим, сөйтіп оны салып, үстіне макарон сала саламын. Жасап жатқан кезде 3 балам осы гостиный, яғни телевизор бөлмеде өздері ойнап отырды. Мейірім мен Димаш шықты, қызым бірдеңке бояп отыр, арқасында ойнап жүр. Темірға мына шкафтарды ашып өз мультигін көріп жатыр. Енді қазір
қазір үйдеміз. Осы жақында 20 күннен кейін біз екі балам развивашкаға баратын болады. Бізде күнделікті өміріміз осылай өтеді. Балалар ойнап отыр. Бізде Темірхан балам малоежкада. Ондай малоежка деген бер жүрмін. Ішінде 29 витамин бар. Кішкене салмақ қосқанға. Макарон. Сөйтсе үйде азық екен. Сол аз макаронмен ладно деп істей салдым. Енді жолдасым жұмыста. Енді мен және де 3 балама жетеді бұл. Достар, бізде күнделікті өмірім менде көбінесе осылай тамақ істеумен өтеді. Таңғы ас жасаймын, солай 3 баламды прогулкаға шығарамын. Одан кейін келіп тамақ ішеміз. Одан кейін обеден шулап жатыр, шыңғырып. Бірақ осы жақында Құдай қаласа ауылға барамыз. Одан келгеннен кейін екеуін развивашкаға береміз. Уже апаймен сөйлесіп, диагностика жасап, келісіп қойдық. Ауылда где-то 20 күнде болса, сіздерге ауыл нөмірін көрсететін боламын. Содан кейін келген соң сразу беремін. Себебі қызым уже 5,5-да, ұлым 3,5-да. Соныңыздар. Кішкентай ұлым 11 айлық, жақында 1 жасқа толамыз, Алла қаласа. Жолдасым жұмыста, кешке бірақ келеді. Макаронымыз пісті, алғыс болсын. Бізге осы жетеді. 3 баламен өзімен. Жолдасым жұмыста. Значок новый бутылкасымен поход шуде. Мына жақта кір жуып жатыр. Демеш туалетке кіріп бара жатыр. О, Адида.